что там в сотке ковыряешься. Ты сегодня запрос алдың ба? Угу. Точно, да? Алдым, да. На завтра что-то подумаешь? Обязательно. Біз әлі үйге барған жоқпыз, отырмыз. Қопыра отырмыз да. Сегодня арт был, сосын телеска болды, только движение. Да. Знаете что? То, что классно, Новый год, жаңа өзгеріспен, жаңа немен қарсы аласыңдар. Классно. Что там делаешь? Переписываюсь. Понятно. Что хочешь людям сказать? Тренинг — это то, что ты начинаешь распознавать себя, узнаешь новые идеи, новые желания к жизни появляются. Так что я вам всем желаю, чтобы вы себя узнавали, приходили на такие тренинги, участвовали и шли вперед. Удачи всем. Рахмет. Да. Вот способности, да, таланты дейміз ғой, барлық адамда бар. Да? Сол таланттарды бойымыздағы ашуға болады. Да? Біздер оны қайдан іздейміз? Основном. Обычно адамдар қайдан іздейді? Өзінің ішіндегі способность, силаны, күш қуатты. Основном. Оны біздің ішімізде ғой сол таланттар. Оны адамдар қайдан іздейді? В основном. Қоршағаннан алады. Қоршағаннан іздейді. На самом деле ол біздің ішімізде, да? Біздің ішіміздің өзі бір үлкен әлем қоршаған айнала деп айтуға болады. Біздер өзімізді өзіміз түсінбейміз. Түсініп бастаған себебіміз, мысалға, көзқарасымыз, көздеріміз ашылып бастаған кезде, адамдарды көрген кезде, өзің секілді адамды көрген кезде, немесе өзіңнің жан дүнияңның бір қобалжып тұрғанын көрген кезде, бір сондай бір қиындықтар кездерінде тани бастаймыз, ашылып бастаймыз. Сен бүгін өзің таныдың ба? Иә, таныдым. Көп адамдар өздерінен қорқады. Қорқады, иә. Көптеген адамдар ашыла алмайды, көріп тұрған нәрселерін шығара алмайды, сұрағысы келген сұрақтарын қоя алмайды. Себебі өте өздеріне бір ауыр тиіп тұрғандай, өздерін аяп тұрғандай сезінеді адамдар, тығылып қалуды ойлайды, немесе жаңағыдай айтып жатырған адамдар өздері айтып болғаннан кейін бір айтып жатады. Өте қиын екен, мен деген соны айту үшін көптеп ойладым, айта алмай отырдым, қасымдағы жан-жағымдағы адамдардан қысылып отырдым деп. Бірақ енді бір тренинг, екі тренингте отырғанда біздер сөйтіп ашылып та үйренеміз, ішіміздегіні шығарып та үйренеміз деп ойлаймын. Себебі маған да өте ауыр тиді, мен қатты жеңілдікпен ашылған жоқпын, менде де ішімде жатқан нәрсе көп, мен көптің бірі жаңағы әлгі ішімде барлығын сақтап жүретін адаммын, ешқашан сыртыма шығармайтын адаммын. Менің сырт бейнемді көріп отыру адамдар барлығы күшті, керемет деп ойласын деп, мен мысалға жаңағыдай басқа кейіпте жүреді екенмін да, ішімдегіні айта алмайды екенмін. Өзіңізбен кездесу ұнады ма? Ұнады, иә. Өзімді тани білдім, өзімді көрген кезде, әсіресе біреудің көзіне қарап отырып өзімді танып бастаған кезде мен бір сондай жағдайда болдым. Бұрын сонда ішімдегі қарсыласып тұрған, ризашылық білдірмей тұрған өзім жан дүниям ашылып, бір шешімге келіп, өзімді көрген кезде барып түсініп бастадым, олай істемеу керек екен, былай істеу керек екен, немесе былай істемеу керек, олай істеу керек екенді тек қана өз-өзіммен танысуды байқап бастадым. Бана қорққан қорқыныштардың бәрі ондай қорқынышты емес болады, басында қорққан. Қорқынышты емес, иә. Барлық болып жатырған нәрсенің барлығы бір сенің басына өтіп отырған сынақ, сол сынақты сен жиналатыныңды біліп бастайды екенсің. Рахмет.
жалпы айта кететін нәрсе, қорқыныштардың бәрі біздің фантазиямызда, воображениямыз дейміз, фантазиямыздан туылатын нәрсе. Демек, біз соншама өз фантазиямызға қарсы тұра алмаймыз. Мен қорқынышпен жеңе алмаймын деген, мен өз фантазиямнан қорқамын деген сөз да. Барлық қорқыныштар көбінесе невротический страхтар дейміз ғой, невротикалық біздің фантазиямыздан туылады. Сондықтан көптеген адамдар осы фантазиядан туындаған қорқыныштардан арыла алмайды. Егер ол адам баласының өзінің фантазиясы болатын болса, қорқыныш туралы, демек оның да фантазиясы бар, жақсы ойлауға, жақсыға сенуге тоже фантазиясы бар. Бірақ неге деген білмеймін, бірақ көп адамдар сол жағымсыз нәрсеге фантазиясын дамытады. Фантазия бар болса, оны жақсы дамыта бер. Ол да адам бойында жақсы қасиет, плюс деп айтсам да болады да. Вот. Өзіміздің жақсы жақтарымызды көре береміз. Мен көбінесе тренингтерде қыздарға айтамын да, сіздер өздеріңіздің жағымсыз жақтарыңызды көресіңдер. Сіз жағымсыз жақтарын көргеннен бұрын өзіңіз жақсы жақтарыңызды байқаңыздар. Біз неғұрлым жағымсыз нәрсені көрген сайын, біз соны уайымдаймыз, соны переживать етеміз. Бар бойымыздағы күш-қуатты, энергияны соған жұмсаймыз. Неге біз бойымыздағы бар күш-қуатты, жақсыды көріп, соны арғай дамытуға жұмсамаймыз? Сөйтіп дамып өсіп отырған кезде, манағы жағымсыз нәрсенің бәрі өсіп кетіп қалады да. Біз күресуге жұмсаймыз, жаңа айтып тұрғанда, керек емес нәрсе күресуге жұмсаймыз. Ең сонда біз шаршаймыз. Сосын уже ештеңе істеуге әліміз келмейді. Нақты конкретно өзіміз мақсатымызға жетуге, мақсат қоюға дегенде іс-әрекет жасау керек кезде, біздің конкретно уже күш-қуатымыз жетпей қалады осындай кездерде. Бүгін терапиялық тренингте арт-терапия болды, сосын телесный терапия болды. Түске дейін біздер арт-терапия өткіздік, түстен кейін телесный терапия өткіздік. Арт-терапияда біз қорқыныштармен жұмыс жасадық да. Содан кейін біздер сенімділік, сосын жаңағындай әйел нәзіктілігін ашу деген, ал неде телесный терапия донатология бұл жаңадан туылу, тылсым күштің сыры деген, біздер орысшасы бізде басқаша қойды ғой да. Тайные силы внутри бессознательного, да? Біз ішкі жан дүниемізде көптеген құпия жатыр, оның бәрі біз қорқамыз. Неге қорқамыз? Себебі мен постоянно айтамын, уже эфирге неше жылдан бері шығатын, айтамыз, қорқыныштың бәрі біздің фантазиямыздан туындайды. Барлық бізге таныс емес нәрселердің бәрі бізге қорқынышты. Себебі біз оны білмейміз. Сондықтан фантазиямыз қосылады, воображим. Оның артында не бар, не зат болып қалады, бір жамандық болып қалады деген сияқты түрлі фантазиямыздың бәрін қосып аламыз да. Гештальт терапияда сол бізде ойдың бәрін, воображениенің бәрін бір сөзбен фантазия деп атайды да. Сондықтан мен қорқып отырмын дегенде, я фантазирую, да, то есть алдында онлайн сабақта мен руханият туралы айттым, жауапкершілік руханиятта. Сондықтан біз өз ойымызды дұрыс айта білуіміз, өзімізге жауапкершілік алу. Кейбір айтқысы келмейді да, мысалға түсініп ал деген сияқты намек бірдемемен айтады. Ол қалай өсиет былай қарап тұрсаң, өзінің ойын айтуға ерінеді, или айтқысы келмейді, сондай түсініп ал деген сияқты осындай жағдайлар көп жиі кездеседі. Енді Алла қаласа ертең соңғы күн, қыздар 11:30-да келеді. Қыздарды ертерек жібергім келеді, 4:30-да ертерек жібергім келеді. Ертең бізде так, день 3 у нас опять, что ли? Телесная терапия. Ертең тағы телесная терапия екен бізде. Сағат 11:30-да шеринг басталады. 11:30 шеринг басталады. Содан кейін барып бізде запрос анықтаймыз. Семейная системная расстановка деп аталады да. Содан кейін шеринг, одан кейін обедке кетеміз. Біз бұны тезірек істеп тастауға үлгеруіміз керек. Сосын страхтармен ертең жұмыс жасамаймыз, как раз мои ценностьмен жұмыс жасаймыз, болды. Үлгергіміз келеді, осының бәрін тез жасауға енді. Жалпы мен көбінесе планмен жүрмеймін, жүре алмаймын планмен. Менің қолымда мынандай не бар, тренингтің жоспарын жасап қойдым да, барлық уақыт, сағат бәрі көрсетілген. Бірақ не десем де мен айтайын да, жасай алмаймын. Адамдарды бір уақытпен немен шектеп бөліп тастай алмаймын. Біз келген кезде әртүрлі адам болады. Біз танысамыз, прикосновать етеміз. Ол адаммен танысқан кезде, ол адамның ішкі жан дүниесінде прям қинап жүрген іште бір проблемасы болады. Екіншісінде мынандай проблемасы. Біреуінің проблемасы қатты болады. Сол кезде
прям өзім сезіп отырамын, что бұның жан дүниесі қазір көмек керек. Сондықтан уже келесі тапсырмаларды біз ысырып тастаймыз да, оны ретке келтіру керек болады. Сондықтан осындай жағдайлар бізде уақытты көп алып қалады да, мана семейден жаттығуларымыз ысырылып қалады. Көптеген жағдайда мен деген көп семинарға, тренингке мен дайындалмай шыға беретін себебі сондықтан. Мен дайындалмаймын. Басты тақырып бар, не туралы болатын ойымда бар, болды, мен шықпаймын, мен дайындалмаймын яғни. Себебі мен дайындалсам, бәрі осындай болып кетеді. Мен импровизация деген жақсы көремін. Импровизация, то есть спонтанно аяқ астына мен өзіне өзі техникалар, жаңағындай жаттығулар өзіне өзі туындап бастайды сол жерде. Күзім өткізіп болғаны мен есімде жоқ, не өткізген. Обязательно олар жазып алуға болады. Кейбіреулері осындай тренингтерді франчайзинг қылып сатады да. Сатады, дайын материал кәдімгідей сатады. Прям 50 бет бола ма, 100 бет бола ма кәдімгі сатады. Сосын жаңа шығып жатқан коучтар бар, солар сатып алады да, сосын өткізе береді соны. Бірнеше рет өткізіп ақшасын қайтарып алады, одан кейін тағы да ақшасын бірнеше рет ақшасын түсіріп алады ондай жағдайда. Ал мен не істей алмаймын. Оны жаса алмаймын. Сосын маған айтады, осындай өткізе қандай. Мен есімде жоқ да, себебі мен оның бәрін есімде сақтап жүре алмаймын да. Өмірде керекті дүниелер болады, керекті емес дүниелер болады. Одан мен бәрін жаттап ұстай алмаймын. Мен өзім күнделігім бар, сол күнделікке міндетті түрде жазып қоямын. Өзімнің жаңағыдай естелікке қалсын деген сияқты күнделігін жазып қоямын. Болды, ал қалған жағдайда мен өйтіп не істемеймін, жасай бере алмаймын, есіме сақтай бере алмаймын. Себебі ми деген менде көп нәрсені қабылдап ұстап отыра алмайды, сондықтан мен сондай жағдайда көп істемеймін. Саттай алмаймын көп жағдайда. Сосын бір жолы келіп кеткен клиенттерімді айтады, есіңізде бар ма, мен сізге деген мынандай айтып едім деп та, мен енді ешкім ренжіткім келмейді. Не айтып едім деймін да, мен білмеймін, бір жылдың ішінде маған деген 1000-нан аса клиент келді. Мен оның қайсы бірін жаттап отырамын. Ол клиент, мен деген адамдармен жұмыс жасағанда жеке консультация жасаған кезде сол жерде болды ма, сол жерде қалды ма, біттім. Оны айтпаймын, бірге оның не істемеймін да, сол жерде қалды екеуміз ары, мен білмеймін, болды. Одан келесі адам болды. Содан мен ол анонимность дейді ғой, екеуміздің арамызда қатты. Оны да мен ойыма да сақтамаймын. Главное, ол адам өзгерді, өзі түсінді, оның ойында қалуы мүмкін да. Вот, сосын мен есіне түсіруімді сұраймын сондай жағдайларда. Алла қаласа, енді ертең соңғы немізді бітірсек, тренингімізді, Алла қаласа. Неше адам болдық? 8 адам болдық да, 4-4-тен болдық бұл мана да? 8 адам болдық бізде группамен жұмыс жасаған кезде. Тренинг өте керемет өтті, қыздар, енді сөз жоқ. Прям керемет. Группада қыздар көріп жатыр, чатта өте керемет. Себебі суреттер, картинка енді білмеймін, инстаграмға мен пока қоя алмаймын. Это расширение девчонок надо, қыздардың. Это между собой болды. Вообще көрген де арманда, көрмеген де арманда. Тренинг өте супер. Барлықтарыңызға да осындай трансформациялық тренингке қатысуға ұсыныс беремін, кеңес беремін. Себебі көп жағдайларда біз барлық адам болғасын, адамның ішкі жан дүниесінде көптеген проблемалар болады, шешілмей жатқан қаншама проблемалар бар. Соны біз қаншама арқалап келеді. Сол проблемалар көбінесе бізге алдағы болашағымызға жетуге, арманымызға жетуге қаншама көптеген кедергісін салып жатыр. Өздеріңізде байқайтын шығарсыңдар, барлық адам бақытты болсын қазір жанталасып, күресіп, алға ұмтылып тырысып жатыр. Бірақ бірдеңе артқа тартып кедергі болып тұрады, или келеңсіз жағдайлар туындапты. Оның бәрі неліктен екенін көбісі ойлана бермейді. Психотравманың салдарынан болады. Психотравманы қазір екінің бірі соны емдеймін деп ойламайды. Ол әдейі емдемейін демейді, өйткені білмейді, оны емдеу керек екенде ойына да кірмейді. Сонда олар білмейді. Олар ойлайды, семинарға қатыса қойсам, марафонға қатыса қойсам, жақсы болып кетемін деп. На самом деле олай емес. 5 жылдап тұрып марафонға қатысып жатқаныңыздарды да көріп жатырмын мен. Маған келіп жатыр да. Да, что аффирмация жақсы ойлау бірден, но өмірлерінде 5 жылдың ішінде мен ешқандай результат көріп жатқан жоқпын. И маған жүк түсіп жатыр. Егер мен стоматолог болатын болсам, ана қыздарға да айтып жатырмын, саламатсыз ба Жансая? Қыздарға да айтып жатырмын, егер мен стоматолог болсам, маған тісін емдеуге келсе, хотя бы жартысын емдеп қойған, емделіп таза болса, маған да жұмыс оңай болады да. Егер ол пломбалаған тістердің астарында шірік болса, воспаление болса, қайтадан сол пломбаны сындыру керек, ашу керек, астында емдеу, нагрузка түсіп кетеді маған. Поэтому сапалы психологтердің көп болғаны жақсы. Психолог көп болу керек, но бірақ сапалы болған дұрыс деп ойлаймын мен қазіргі таңда. Екінің біріне психолог жетіспейді.
барлықтарыңызға жақсы кеш тілеймін. Біздер